Төлөгөн мен Нәзипа. Бұрынғы өткен заманда бір кемпір мен шал болыпты. Шалдың жасы 70 екен. Кемпірдің жасы 60 екен. Кемпір жүріп бірнеше жылда бір бала табады. Ол баласының атын Төлөгөн қояды. Ол баласы 10 жасқа келгенде жылқы бағады. Жылқы бағып жүргенде бір қыз келіп аян береді. Мен 7 қабат жердің астындамын. Маған бармасаң, менің атым Нәзипа. Менің атымды Нәзипа деп аузыңнан тастама деп айтып кетіп қалады. Сонан соң Төлөгөн далада жүрсе де, үйде жүрсе де Нәзипа деп аузынан тастамайды. Сонан соң әкесі әдейілеп баласынан бір күні сұрайды: "Сенің Нәзипаң не шырағым? Маған айтшы." "Не десең соны қылайын" дейді. Әкесі бүйдеген соң әкесіне қарап: "Әке, менің айтқанымды қылатын болсаң, менің Нәзипа деп жүретінім мынау еді. Анау күні жылқы бағып жүргенімде бір тастың тұсында қисайып отыра кетсем, көзім ілініп кеткен екен. Сонда бір қыз келіп түсімде аян беріп кетті" дейді. Сонда әкесі: "Не деп аян беріп кетті" дейді. Сонда Төлөгөн тұрып әкесіне: "Мен 7 қабат жердің астындамын. Маған бар. Менің атым Нәзипа. Егер маған бара алмайтын болсаң, менің атымды Нәзипа деп аузыңнан тастама" деп еді. "Бәлки менің айтқанымды қылатын болсаң, мен сол қызға барамын. Бата беріңіздер" дейді. Әкесі: "Қой балам, барма. Жолда жезтырнақ, ұжлан, тау-тайлақ дегендер болады. Олар жаман болады. Жезтырнақ қолымен бір салса қырқылып қаласың. Тау-тайлақ болатын болса жеп жібереді. Ұжланның уы тиіп кетсе, улап өлтіреді" дейді. Содан баласы оған көнбей, жылқысына бір жүгенді алып кетеді. Жылқысына барып жүгенін салдырлатса, бір жаман алма-жұлма қотыртай шауып келеді. Сонсын Төлөгөн: "Нәзипаға сені мініп барушы ем" деп, әлгі жаман қотыртайды жүгенмен ұрып жібереді. Төлөгөн тағы тұрып, жүгенін сылдырлатса, әлгі қотыртай тағы шауып келеді. Әлгі ұрғаны ма, одан да жаман қылып жүгенмен жаман сабайды да қоя береді. Тағы сылдырлатса, тағы әлгі қотыртай шауып келеді. Сонсын Төлөгөн осы жаман тайда бір нәрсені біліп жүрген шығар деп, жүгенді алып үйіне апарып ерттеген шақ, адам қызығарлық бір сұлу тұлпар болады. Сонсын Төлөгөн ел жұртын жинап алып: "Қанекей, мен 7 қабат жердің астындағы Нәзипа дейтін қызға барайын деп жатырмын. Маған баталарыңызды беріңіздер" дейді. Сонда ел жұрты: "Құдай пешенеңді ашсын" деп батасын береді. Сонсын Төлөгөн әке шешесінен бата сұрайды. Әке шешесі батасын бергісі келмейді. Сонда Төлөгөн тұрып шешесіне қарап: "Енді сіздер баталарыңызды берсеңіздер де, бермесеңіздер де кетемін" дейді. Сонсын әке шешесі теріс батасын береді. Сол арадағы ел жұртының ішінен бір адам шығып Төлөгөнге: "Шырағым Төлөгөн, 1-2 күн жол жүргеннен кейін бір үлкен бел бар. Сол белдің ар жағында бір қалың тоғай бар. Сол тоғайға барып ет пісіріп жеп отырғаныңда жезтырнақ келеді" дейді. Одан кейін Төлөгөн 3 ту қойды үйтіп алып, ауылынан шығып жүре береді. 2 күн жүріп әлгі адамның айтқан төбесінен асады. Сонсын әлгі адамның айтқанындай-ақ бір тоғай бар екен. Сол тоғайға барып аттан түсіп, атын құсап, сол арада етін пісіріп жеп отырғанда бір қатын келеді. Сосын Төлөгөн тұрып: "Жеңге, ет жеңіз" дейді. Әлгі қатын жеңін түсіріп жіберіп, қолының ұшыменен ғана 1-2 рет еттен алып жейді. Сонсын әлгі қатын тұрып: "Шырағым, бұл арада неше күн боласың" дейді. Төлөгөн тұрып: "Жеңгей, бұл арада 2 күн болам" дейді. Төлөгөн әлгіндей деген соң әлгі қатын үйіне қарап жүре береді. Төлөгөн тұрып: "Жеңгей, неге келіп едіңіз" дейді. Әлгі қатын тұрып: "Шырағым, тоғай өртеніп бара жатыр ма деп келіп едім" дейді де жүре береді. Төлөгөн мұның жезтырнақ екенін біледі де, бір томардың түбін қазып шекпенін томардың үстіне жауып, төмен қарап отырған адамға ұқсатып қояды. Өзі сол томардың астында жатады. Бір уақытта жезтырнақ 2 білегін сұғанып келіп, томар: "Сен Төлөгөн болсаң, мен жезтырнақ" деп салып жібереді. Салып бергенде томар қақ жарылады. Төлөгөн тұра салып: "Сен жезтырнақ болсаң, мен Төлөгөн" деп қылышымен белінен бір шабады. Шапқанда белінен қақ бөлінеді. Сонсын ар жақта әке шешесі бар екен. Ар жақта тұрып әке шешесі: "Барма десем,
болма ben қайтейін, өз басыңа өзің өлім тілеп алдың деп зарлап үйіне кіріп кетеді. Сонсын төлеген екі жез қолын кесіп алып кетеді. Бірнеше күн жол жүріп келе жатса, бір үлкен тау домаланып келе жатыр дейді. Сонсын төлеген бұл пәледен қайтып құтылам деп атына: "Ай, шу жануар, енді өлер жерімізге келдік" дейді. Сонсын аты ұшып барып бір теректің басына шығып кетеді. Сөйтсе әлгі тау құсап домаланып келе жатқан таутайлақ екен. Әлгі теректің қасына келіп төлегенге мойын созады. Созады, мойны жетпейді. Төлегеннің 40 құлаш айдары бар екен. Атының 40 құлаш жалы, 40 құлаш құйрығы бар екен. Өзінің 40 құлаш айдарын кесіп алады. Атының құйрығы мен жалын да кесіп алып, үшеуін жалғастырып, әлгі жез тырнақтың қолын ұшына байлап, таутайлақтың төбесінен тастайды. Сонсын таутайлақтың төбесін тесіп түседі. Таутайлақ әлгі жерде өліп қалады. Төлеген жерге түсіп әлгі таутайлақтың төбесін ойып алады, ойып алып кетеді. Бірнеше жол жүріп келе жатса, күнді тұман қылдырып, бұлт бастырып үлкен бір нәрсе айдап келе жатыр екен. Оның ұжлан екенін біліп: "Ай, шу жануар, енді өлер жерге келдік" деген екен. Ат ұшып барып бір теректің басына шығады. Сонсын ұжлан неше қырым жерден ұн шашады, төлегенге жетпейді. Теректің жанына келіп шашады, онда да жетпейді. Сонсын төлеген әлгі жез тырнақтың қолын тастайды. Нақ қимшақтың үстінен тастаған екен, жұлып түседі. Сонсын төлеген жерге түсіп қимшағын ойып алады. Онан кейін төлеген жүріп келе жатса, бір ақ киімді, ақ сақалды, ақ есекті шалға жолығады. Сосын төлеген "Ассалаумағалейкум" деп сәлем береді. Әлгісі: "Әлейкум әссәләм балам, неғып жүрген боласың" дейді. Төлеген: "Ұлы жоққа ұл, құлы жоққа құл болайын деп жүрген баламын" дейді. Сонсын әлгі шал: балам, маған сен ұл да құл да болмай-ақ қой, саған мен құл болайын" деп төлегеннің соңынан ереді. Екеу болып келе жатса, тағы бір көк сәлделі, көк шапанды, көк есекті шал жолда жолығады. Төлеген сәлем береді: "Ассалаумағалейкум ата". "Әлейкум әссәләм балам, неғып жүрген боласың?" Ата, ұлы жоққа ұл, құлы жоққа құл болайын деп жүрген балам. Балам, сен маған құл болмай-ақ қой, саған мен құл болайын" деп о да соңынан ереді. Енді екі жолдас тауып алып жүріп келе жатса, тағы бір сұр сәлделі, сұр шапанды, сұр есекті бір шал және кездеседі. Сонсын төлеген: "Ассалаумағалейкум ата" дейді. "Әлейкум әссәләм балам, неғып жүрген боласың" дейді. Төлеген алдында айтқандарын бұған да қайталайды. Балам, маған ұл да құл да болмай-ақ қой, саған мен құл болайын" деп соңынан ол шал да ереді. Сонсын төртеуі бір көлдің басына ауқаттанайын деп түсіп демалып отырғанда, әуелгі жолыққан шал төлегенге қарап: "Балам, мына күншығыс жақта бір жаман дауыс шығады ғой" дейді. Сөйтсе, әуелгі жолыққан тыңшы екен, екіншісі сыншы екен, үшінші есепшіл екен. Таңшы әлгіндей деген соң, қылышын қолына алып жайдақ аты мініп: "Сіздер осы арада тұра тұрыңыздар" дейді. Айдап шауып бір ақ боз үйге келсе, бір ханның қызы байлаулы тұр екен. Есіктен әркілмей төлеген кіріп келеді. Сонда әлгі байлаулы қыз тұрып: "Ойбай, келме, айдаһар бар. Бүгін мені жұтатын күні. Осы арада бірнеше мың үй бар еді, күнде біреуін жұтады. Менің әкем хан еді, айдаһар менің әкеме: 'Сен осы қызыңды байлап беріп кет' деген екен. Егер байлап беріп кетпесең, өзіңнің тұқымыңмен құртам" деген екен. Сонан қорқып мені байлап беріп кетті" дейді. Сонсын бір уақытта айдаһар келді. Айдаһар келе бергенде төлеген қылышпен екі салып өлтіреді. Сонсын қызға: "Әке шешең қашып кетті деп нанбас, мына айдаһардың құйрығын, мұртын кесіп берейін" дейді. Қызға төлеген айдаһардың мұртын, құйрығын кесіп береді. Сонсын қуана-қуана үйіне қарай жүгіріп бара жатса, кеше шешесі қызына құдай берейін деп тезектері бір екен. Қызын көре салып ханға барып: "Хан-ау, хан, қызың келе жатыр" дейді. Сонсын хан далаға шығып: "Ол тілеуі құрғыр менің басымды құртайын деп келе жатқан шығар" деп бір атты мініп алып қызының алдынан шығып: "Балам, кейін қайт, менің басымды құртайын деп келе жатқан шығарсың" деп кейін қумақшы болады. Сонсын қыз: "Әке, мен айдаһарды өлтіріп келдім" дейді. Оған әкесі сенбейді: "Әке, сенбесең құйрығын, мұртын кесіп алып келдім" деп әлгі кесіп алған құйрығын, мұртын әкесіне көрсетеді. Сонсын бұның өлтіріп келгеніне сенеді. "Шырағым, кім өлтіріп берді" деп қызынан сұрайды. Қызы: "Әке, бір жігіт келіп қылышпен екі салып өлтірді" дейді. Хан қуанып той жасап, жер жүзінде адам қалдырмай шақыртады.
Жұрт биліп болғаннан кейін хан жігітіне қарап, далада адам көрсең, соны шақырып кел дейді. Сосын жігіт, анау көлдің басында 3 адам көрдім. Соны шақырып алып келейін деп барса, әлгі 3 адам 4 адам болып қалыпты. Сосын әлгі 4 адамды шақырып ханның алдына алып келеді. Сосын тамам адамды әлгі ханның қызының алдынан өткізеді. Қыз орта кезіндегі төлегенді ұстай алады. Хан қызын төлегенге ал дейді. Төлеген, мен алмаймын. Мына қасымдағы жолдастарыма берсең мен ырза болам дейді. Онан кейін әлгі әуелі жолыққан тыңшыға беріп жібереді. Онымен ол кетеді. Сонан соң үшеу болып бір жерге келсе, бірнеше адам бір дариядан өте алмай жылап тұр екен. Төлеген әлгі адамдарды ұрып соғып, қайыққа мінгізеді. Өзі есетін ескекті алады. Онан кейін ортасына барған кезде қайық қайқаң ете қалады. Төлеген шынашақ қолын суға салса, қолына бір жүзік үніне кетеді. Оны алады да қалтасына сала салады. Ол адамдарды өткізсе, тағы 2 қайық адам қалған екен. Содан тағы бір қайық адам алып өтіп бара жатқанда қайық және қайқаң ете қалады. Енді ол сұқ қолын тығып алса, және де бір алтын жүзік ілінеді. Қалған бір қайық адамды тағы өткізіп келе жатса, тағы қайық қайқаң ете қалады. Сонсын Төлеген бар қолын тығып алады. Сонда қолына бір алтын кебіс ілінеді. Оны алып кетіп бара жатса, бір жерден қисық түтін көрінеді. Барып келейін деп соған қарап жүреді. Бір уақытта әлгі көрінген қисық түтінге келеді. Келсе, бір үй тұр екен. Төлеген, үйде кім бар дейді. Өзіміз бар деп есіктен қатын қарайды. Төлеген, шеше, түсіп көже іші кетуге бола ма дейді. Шырақтарым түсе қойыңдар дейді. Сонымен Төлеген қасындағы жолдастарымен түседі. Өстіп үйге кірсе, әлгі кемпірдің 3 қызы бар екен. Үшеуі тырқ-тырқ етіп күле береді. Кемпір тұрып, жалмауыз қатындар неге күле бересіңдер дейді. Сонсын кемпір тұрып, кіші қатын сен неге күлесің дейді. Кіші қызы тұрып, менің Төлеген шынашақ қолымдағы жүзігімді алғанына күлемін дейді. Ортаншы қатын сен неге күлесің дейді. Ортаншы қыз тұрып, мынау Төлегеннің сұқ қолымдағы жүзігімді тартып алғандай қылып алғанына күлемін дейді. Кемпір үлкен қызына, үлкен қатын сен неге күлесің дейді. Сонда үлкен қыз тұрып, мен Төлегеннің ғайбатымен кебісімді қорқытып алғанына күлемін дейді. Төлеген сұп-сұр болып отыра береді. Сосын істеп берген тамағын ішіп болып атына мініп алып айдап кете береді. Бірнеше күн жол жүріп бір жерге түсіп тамақ жемекші болады. Төлеген атынан түсіп, қалай болды деп бір үлкен тастың үстіне шығып алып жылап отырып көзі ілініп кетеді. Сосын Төлегеннің түсінде Нәзипа аян береді. Төлеген, мен осы астыңдағы тастың ішіндемін. Сырт кесікті қасқа тай болып тепсең ашылады. Тағы да ішінде бір есік бар. Ол есікті алшақ мүйіз ақ серке болып сүзсең ашылады. Ал енді оның ішінде бір есік бар. Ол есікті қолыңмен итерсең өзім ашам дейді де кетіп қалады. Сосын Төлеген тұрып әлгі Нәзипаның айтқан сөзінің бәрінде істейді. Үйіне кіріп амандасып сүйіседі. Бірнеше ай жатады. Сосын Төлеген Нәзипаға, мен үйде қарап жатпайын, аңаулап келейін дейді. Нәзипа оның айтқан сөзін мақұл көреді. Төлеген аңаулап кетеді. Бір кемпір Төлегеннің соңынан қалмайды. Төлеген, ау, мен сенің шешең емес педім деп 2-3 күндей соңынан қалмайды. Сосын Төлеген әлгі кемпірді үйіне ертіп алып келеді. Нәзипа жылап есікті ашпай отырады. Төлеген келіп, есікті аш, атаңа нәлет. Менің шешем келгенде неге есікті ашпай отырасың дейді. Сосын Нәзипа есікті ашады. Әлгі кемпір өзі бір жалмауыз кемпір екен. Бір хан Төлегеннің қатынын алып келіп бер, онан кейін не қаласаң соны ал деп жіберген екен. Сосын әлгі кемпір бірнеше ай жүріп келініне, шырағым, баламның жанын не екен, соны сұрап кел дейді. Нәзипа барып Төлегеннің жанын сұрайды. Төлеген сонда, менің жаным от дей берсе өліп қалам дейді. Кемпір мұны естігеннен кейін бір айға дейін от деп жүреді. Оған Төлеген өлмейді. Келініне тағы сұрап кел дейді. Тағы барып Төлегеннен сұрайды. Төлеген, менің жаным су дей берсе өліп қаламын дейді. Нәзипа енесіне келіп, балаңның жаны су екен, су дей берсеңіз өліп қалады екен. Мұны естіп алып кемпір бір айға дейін су деп жүреді. Бірақ Төлеген өлмейді. Сосын тағы да Нәзипаға бар, тағы сұрап кел дейді. Нәзипа тағы да барып сұрайды. Төлеген, мені өлтіре алмай жүр екенсің ғой. Менің жаным анау тұрған сары орамал, оны апарып суға салып жіберсе өліп қаламын дейді. Нәзипа әлгі кемпірге барып айтады. Кемпір сары орамалды апарып суға салып жібереді. Төлеген шалқасына жатып өліп қалады. Кемпір мен Нәзипа екеуі жылап неше күндей үйінде отырады. Одан кейін кемпір тұрып, шырағым Нәзипа, анау көлдің басына барып көңіл көтерейік дейді. Мақұл деп бір көлдің басына барып отырады. Бір уақытта әлгі кемпір
bir қайықтың ішінен Назипаға алма алып береді. Оны Назипа жеп болып, ене тағы алып берші дейді, тағы алып береді. Тағы жеп болып Назипа тағы алып берші ене дейді. Өзің барып алып жесейші дейді кемпір. Сол уақытта Назипа барып, қайықтың ішіне кіріп алып жейін деп жатқанда қақпағын жаба салып, айдап ханға апарып береді. Төлегеннің баяғы екі жолдасы келіп, Төлегеннің жатқан үйіне кірсе, Төлеген өліп жатқанын көріп, екі жолдасы жылап-жылап әлі көлдің басына келіп отырады. Отырса бір сары жолақ жайын кетіп бара жатады. Екі кісі тұрып, әй сары жолақ жайын, суда не көрдің дейді. Сонда жайын, суда сары орамал көрдім дейді. Әлгі екі кісі, қайда көрдің деп жүгіріп келеді. Әлгі жайын көрсетеді. Әлгі сары орамалды алып барып, Төлегеннің бетіне жыртып жібереді. Сонда Төлеген, ұйықтап кеткен екен ғой деп атып тұрады. Сонсын Төлеген әлгі екі жолдасымен көлдің басына барып отырады. Бір уақытта бір қолына құман ұстаған бала жүгіріп келеді. Сонсын Төлеген әлгі балаға, сен мына жүзікті құманның ішіне сал, ішіне салып ханның кіші қатынына алып барып бер дейді. Әлгі бала жүзікті Назипаға апарып береді. Әлгі жерде Назипа жалынша лап етіп шаңырақтан ұшып кетеді. Айдап отырып Төлегенге барады. Төлеген Назипаны алып еліне қайтады. Әлгі екі жолдасына екі ханның қызын алып береді. Өздері бірнеше күн жол жүріп еліне барады. Әке шешесі қуанып той жасайды. Сөйтіп Төлеген мен Назипа мұратына жетеді.